Менің тағдырым сол күннен басталды. Қолымда үгітіліп қалған ескі дорба, қасымда кір қожалақ кішкентай балам. Көше бұрышында қол жайып тұрғаныма талай болды. Адамдар өтіп бара жатты. Кейбірі жек көре қарайды, кейбірі тиын тебен тастайды. Баламның қарны ашқан сайын жүрегім қан жылайды. Кешке дорбамды ақтарсам, бар болғаны 337 теңге ғана жиналыпты. Сол ақшаға аздап май, бір нан, кішкене шәй алып үйге оралдым. Қара нанды балама жегізіп, шайға батырып жеп отырғанда, оның жылағаны әлі құлағымнан кетпейді. Анашым, тоймай қалдым. Сол сәтте жүрегім қан жылады. Құдайым, не үшін бізді осылай сынайсың? Ертеңіне тағы да сол көше бұрышына шықтым. Балам жылап, қолымнан тартқылап тұр. Сол сәт аспаннан түскенде қара джип қасымнан тоқтай қалды. Терезесі баяу ашылып, ішінен сәнді киінген салмақты бір еркек қарады. «Әй, сен не істеп тұрсың?» деді салқын үнмен. Мен ыңғайсызданып басымды төмен салдым. «Балам үшін» дедім, әрең сыбырлап. Ол жанымда ұлымды бір сәт қарап алып, көліктің ішінен бір бума ақша шығарды. Қолыма ұстата салды. «Ал!» Қолыма тиген ақшаға көзім сенбей қалды. Теңгелер емес, қалың доллар. Жоқ, мен мұндайды ала алмаймын дедім қалтырап. Ол жымиып, балаң үшін жаныңды бересің бе? Деді. Жүрегім дір етті. Балаңды маған бер, деді ол, сыбырлап. Жоқ, баламды бермеймін дедім. Көзіме жас тығылып, ойлан, баланың қарны ашып жылай береді. Сен оны аштан өлтіресің, ал мен бәрін жасай аламын. Қаласаң тағы да ақша берем деп, тағы бір бума ақшаны қолыма қыстырды. Мен қалтырап тұрдым, бірақ жүрегім. Жоқ, баламнан айырыла алмаймын деп айқайлады. Жоқ деп ақшаны жерге тастадым. Ол маған ұзақ қарап қалды. Жақсы, бірақ шешіміңді өзгерткің келсе, мені табасың деді де көлігін оталдырып жүріп кетті. Арада бірнеше күн өтті. Балам түнде аштан жылап ыңырсып жатып қалды. Жүрегім шыдамады. Сол сәтте әлгі байдың сөздері құлағымда жаңғырып тұрды. Келесі күні тағы сол жерге бардым. Шынында да ол қайтадан келе қалды. Ойландың ба деді мұздай даусымен. Мен басымды изедім. Баламды алып кетіңіз, бірақ титтей өтінішім бар. Мен қасында болайын. Жарты жерге қор қылмай, қасынан қарап жүруге рұқсат етіңізші дедім. Ол бір сәт ойланып, сосын басын изеді. Жақсы, онда бізге жүр. Сол күннен бастап менің тағдырым өзгерді. Үлкен қақпалы үй, әдемі бақша, ішінде сәнді залдар, алтын шамдар. Мұндайды мен теледидардан ғана көретінмін. Сол күні байдың әйелі үйде болмады. Алғашқы күні-ақ ол маған көзін салды. Баламды бағып жүрмін деген сылтаумен күнде сол үйдің ауласында, бақшасында жүрдім. Бірақ оның көзі мені қадағалап тұратын. Кешке балам ұйықтаған соң ол маған жақындады. Сен сондай тәттісің деді, жаймен ернімнен сүйе бастады. Мен де жылдар бойы махаббатпен шөлдеген едім. Сезімге ерік беріп, еш қарсылық көрсетпедім. Бір уақытта қолы төмен қарай түсіп, екі анарамды сипап, айналдыра сүйе бастады. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Қарсы болғым келді, бірақ аштықтан, шарасыздықтан, әлсіреген тәнім оның ыстың құшағына еріксіз беріліп, киімдерімді шешіп тастағанымды байқамадым. Сол түні мен алғаш рет байдың төсегінде құштарлықтың ыстығын сездім. Жаным деп үстіме шыққан еркегіме тірлігім бітірген соң басымды қойып ұйықтап кеткім келді. Құмарлық оты тәнімді өртеді. Қорқып тұрсам да ішімнен бір сәттік әлсіздік билеп алды. Бірақ бұл тәтті сезім ұзаққа бармады. Байдың әйелі бәрін сезіп қойған екен. Бір күні бақшаның шетінде мені ұстап алып, шашымнан сүйреп жерге лақтырды. Менің күйеуіме көз салған оңбағансың деп көкірегіме жұдырығын батырды. Ол бай, ал бай үнсіз қарап тұрды, әрі қарай ештеңе естіген жоқ. Оның сол үнсіздігі мен үшін ең ауыр соққы болды. Мен оған жүрегімді беріп қойғандай едім.
Құмарлыққа алданып, балам үшін деп өзімді алдадым. Бірақ шындық басқа, ол мені ешқашан сүймеген екен, тек қалауын қанағаттандырған. Сол түні баламды құшақтап, көз жасымды тыя алмадым. Анашым, қарным аш, деді ол. Деген сөзі жүрегімді уатты. Сол кезде мен шешім қабылдадым. Мен қайыршы болсам да жүрегімді сатпаймын. Ертесіне байдың алдына барып соңғы сөзімді айттым. Сен маған тәнімді ғана қарадың. Мен анамын. Баламды сенің құшағыңа емес, өзімнің жүрегіме бердім. Бізді ұмыт. Ол ештеңе демеді. Тек қолын сілтеп теріс қарады. Мен баламды жетектеп есіктен шықтым. Қалтам бос, жүрегім қараңғы. Бірақ жүрегімде бір от жанды. Мен серт бердім. Құмарлықтың оты жанымды өртесе де, аналығымды ешқашан сатпаймын. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.